Sınav оқи ғой. Ясауи туған жері. Түркістан. Жақсы. Бекасыл. Тез. Ол таңдамай саламыз тез. Тақырып бойынша сұрақтың барлығы. Күмбез. Күмбезді кім тұрғызды? Ақсақ Темір. Өте жақсы Ақсақ Темір дейді. Ал жарайды. Айбар тез. Сәкен таңдап жүріңдер. Сәулет өнері деген не? Сәулетті шоққан адамдарды айтамыз. Құрылысты, құрылысшы, жобалау, сурет салу, яғни өте жақсы. Ал Ясауи деп аталу себебі. Яссы деген Яссы деп аталу себебі. Неде? Ол өзінің туған жерге қанша жасында келеді? 17 жасында. Ол кезде яссыда халық аз болады. Одан кейін барып оның аты әлемге жайлы халық көп болады ол жерде. Сөйтіп дін мен мәдени орталығы болып, үлкен қала болады. Ал келесі сұрақ. Бекасыл жылдам. Сәулетші деген кім? Сәулетші деген сәулетшілерді құрылыс жүргізеді. Ол сәулет өнері. Сәулетші деген яғни сол құрылысты адамдар сәулетін адамды айтамыз, сәулетші деп, сәулет өнерінің маманын айтамыз. Ал Айбарға соңғы сұрақ дейді, Айбар оқып жіберші сұрағыңды. Күмбез туралы мәлімет. Күмбез туралы не айтамыз? Кімде қозып еді күмбезді? Ақсақ Темір адам. Оның күмбезінің биіктігі қанша метр еді? 37 метр еді. Жарайсың бала, үй тапсырмасына өте жақсы дайындалып келді. Не екен? Не еді мынау? Не еді? Естерге түсірмеші. Айбар, қайта не екен? Думала, не еді? Астана қаласына барып көрген жоқ болып жүрген? Экспо екен, бәйтерек, дұрыс айтасың. Бәйтерек, яғни Айбар бүгін сабақта жүк болып жатырмыз, жүгіміз келген қалды, енді екеуміз жүк боламыз, бәйтерек жүгі екен Айбар. Әзметешті, бәйтерек, экспо, ұлттық мұражай, қараңдаршы, не деген көркем ғимараттары бар екен, көрдіңдер ма? Ал жақсы, жарайсыңдар, жақсы. Қараңдаршы, алтын қарқақ даласы, жасыл, ес, жақсы, жай, аспаны, ашық, астана, болашаққа, бастастан, шартайды, асқақ ән, ел ордасы, отанның, бағашым, астана. Қызу еңбек қайнаған алып құрылыс айналам. Ғимараты ғажайып, шоқтықтай бар далам. Батыс шығыс тері үйлескендей көрінеді. Астана алып түрмесі әсем сәулет өнері. Міне көрдіңдер ме балалар? Тек қана төрт терезе әдісі арқылы жұпқа тапсырма. Төрт терезе деп атайтып тұрғандай, қараңдаршы, әр терезенің астында бір тапсырма бар. Соны жұпта отырып орындайтын боламыз. Бірінші бәйтерек жұбынан сұрайықшы, қай терезені таңдар еді? Төрт дейді, төрттің астында қандай тапсырма бар екен? Төрт. Бұл жерде не дейді төртте? Егер сен атақты суретші болсаң, астанамызға қандай өзгерістер енгізер едің? Қандай ерекше ғимарат салар едің дейді? Спорт зал, яғни бокстар, өте жақсы. Ниетіңе дұрыс айтасың, жарайсың. Ал ары қарай экспо жылы, тез келеміз, біреуіміз ғана келеміз, жарайды дейсінші. Екіні таңдап қойдық, екіні көрейік. Қандай тапсырма берілді? Не дейді? Көрікті астананың тақырыбы, бірлесе отырып, суреттерді не істе дейді? Құрастыр дейді. Ал сендерге тапсырма. Сурет бойынша мәтін құрастырайықшы, Астана қаласына. Қараңдаршы, Астана, экспо, түрлі ғимараттар, ақорда. Ал енді бір 3-4 суреттер тез дәптеріңізге жазамыз, маған оқып береміз. Жарайды, тақырыбы көрікті Астана, өздерінің таңдаңдар ғой, көрікті Астана деп алыңдар. Ал бір дейді. Кейс стади әдісі. Нақты болған немесе ойдан шығарылған жағдаятты талдау, болжау, немесе өлең шумақтарынан өз пікірін жазыңдар. Қазір мен кестеге берем, сен соған өз пікірін жазасың. Яғни бұл кестедегі өлең өзіміздің оқулығымызда алынған. Көрдің бе? Осыған жазамыз. Не дейді? Оқышы бірінші. Бірінші несі, екінші? Астана алып келесі әсем сәулет өнері. Дайыныз ба? Ал олай болса отырып қазір мен саған есімнен бекасы болыпты. Астанада Есіл өзенінің қасында
қасында орналасқан хан шатыр бар, экспо бар, көшелері кең, таза, дүкендері бар, саябақтар бар, кинотеатр. Өте жақсы, дұрыс айтасың. Көшелері кең, жарық, иә? Астана кодта әзір, ояқта экспо, биік ғимараттар, үлкен саябақтар, дүкендер, президенттің қол қоятын жері бар. Иә, яғни ол қайда орналасқан? Бәйтеректің ішінде орналасқан, иә? Мына жерде шығар. Қызу еңбек қайнаған алып құрылыс айналам. Адамдар қызу еңбек жасаған. Яғни қызу еңбек құрылыс жасап жатыр, иә? Астанада көп құрылыс жасайды. иә? Келесіне Астана алып бөлмесі әсем сәулет өнері дейді. Оған не жазды? Астана сәулет өнері адамдар. Астанада Астанада сәулет өнері дамыған. дұрыс айтасың. Астанада сәулет өнері дамыған деген, иә? Дұрыс айтасың. Өте құрылыс өте көп. Бәйтерек, Бүркіт, Қыран бүркіт. бүркіт. Кептер маған қос, иә? Қос. Мынау ше. Бұл тәуелсіздік монументі, иә? Алмалы ғимарат не? Қалай аталады? Назарбаевтың жиналыс орталығы. Яғни аралда екен, иә? Жарайсыңдар, өте жақсы жауап бердіңдер. Ал балалар, сабағымызды Бәйтерек айта берсінші кәні? Не бейнеленген екен суреттегі, а? Бәйтерек, ту, сосын, ол да ту, иә? Ал мынау не? Көрсетші, қалай? Не еді бұл? Иә? Ел таңба ғой? Ел таңба. Олар неге жатады? Ел таңба мен. Иә? Ел таңба, ту, әғрам неге жатады олардың барлығы? Рәміз неге жатады? Жарайды.